Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұмсақ та хош иісті капусталы пирожки пісіріп көрсетемін. Дәмі тіл үйреді, үйде оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Ыдысымызға 1 стакан жылы су және де 1 стакан жылы сүтімізді құямыз. Үстінен ашытқы және де 1 ас қасық қант қосып араластырамыз. Енді 1 шай қасық тұз қосып, және де 1 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, қосып, қамыр илейміз. Екінші бөлік ұн қосқаннан соң, үстінен 50 мл сұйық майымызды қосып, қамырды илеуді жалғастырамыз. Бізде жұп-жұмсақ, үлпілдек, қолға жабысып тұратын қамыр шығады. Мінекей. Ыдысымыздың түбіне сұйық майды құйып, қамырымыздың екі бетіне де жағып шығамыз. Бетін жауып, көтерілгенше 1-2 сағатқа алып қоя тұрамыз. Мінекей, қамырымыз әдемі болып көтерілген. Жұмыс тақтайына алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Осылай. Пирожкилерді жасау үшін кішкене бөліктерге бөліп дайындаймыз. Барлығын осылай дөңгелектеп аламыз, және де көтерілу үшін бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Алдымен қызып тұрған майға 1 жуаны ұсақтап турап 1 минуттай қуырамыз. Үстінен теркадан өткен сәбізді салып, оны да 2 минуттай қуырып аламыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Содан соң осы салмамыздың үстіне капустамызды салып, оны да қуырамыз. Бетіне қалауымызша 1 шай қасық бұрыш және де тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Осы салмамызды араластырып отырып қуырып шығамыз. Және де осы салмаңыздың үстінен өзіңіздің қалауыңыз бойынша 1 шай қасық қант қосуға болады. Бұл салмамыз одан сайын тәтті болу үшін. Және де үнемі былғап отырып қуырып аламыз. Енді қамырымызды шетінен алып, ортасына дайын болған салмамызды салып, пирожкилерімізді дайындаймыз. Барлығын осылай ортасына салып салмасын, пирожкилерімізді түйіп шығамыз. Осы қамырмен және де осы қамырмен ортасына тәтті салма салып, пісіруге де болады, өте дәмді шығады. Барлық пирожкилерді осылай жасап шығамыз, салмасын толық салып. Енді пергамент противенге салып, жұмыртқаның сарысына сүт қосып, кисточкамен осылай жағып шығамыз. Бетіне қалауыңызша кунжут сеуге болады. Мен осындай қара кунжут септім, және де ағын да септім. 180 градуста 30-35 минутта дайын болғанша, қызарып дайын болғанша пісіріп аласыз. Мінекей, біздің пирожкилеріміз дайын, қызарып әп-әдемі, үлпілдек, дәмді болып шықты. Және де мен 1 бөлігін осылай майда қуырып алдым. Ол да өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Жансая. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Менің каналым пайдалы болса, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.